Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай алмалы штрудель жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осындай песочное тестодан жасалады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай нәзік, осындай күшті болып шығады. Жасалуы оңай. Дәмі ерекше. Алдымен ыдысқа жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен шым-шым тұз саламыз да қант салып аламыз. Жақсылап шанышқымен араластырамыз. Үстінен жұмсақ сары майды салыңыздар. Менде кішкене қаттылау болды, сосын араластыру қиындау болды. Сосын азғантай сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды себеміз де азғантай ыстық су құямыз. Тағы да ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр осындай жұмсақ болады, сұйық маймен осылай істеп қоясыздар. Алманы видеодағыдай етіп, қатты жерлерін алып тастап, ұсақтап турайсыздар. Сосын жаңағы қамырымызды жақсылап ұнның көмегімен жайып, үстіне сары майды жағып шығамыз. Сосын алмаларымызды қойып, үстінен қант себеміз және лимон қышқылын себеміз. Көп сеуіп жүрмеңіздер, қатты қышқыл болып кетпесін. Сосын әсемдік үшін азғантай мейіз салсаңыздар болады, және рулет тәріздес етіп, осылай тегістеп ораймыз. Пергамент қағазына салып аламыз. Мендегі пергаментке мән бермеңіздер, өзі сондай. Сосын 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай песочное тестодан хрустящий, әдемі, нәзік штрудель пайда болады. Лайк басуды ұмытпаңыз.